Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген әртісі, театр және кино актері Таңат Жайлыбековтың құрметіне бүгін Алматыда мемориалды тақта орнатылды. Ескерткіш біртуар азаматтың өзі тұрған үйінің қабырғасына ілінді. Көрнекті театр және кино актері Таңат Жайлыбеков ұлттық өнер саңлақтарының бірі. Сахна мен экранда небір күрделі бейнелер жасаған. Ұлттық мәдениетке сонымен қатар дубляж саласында да ерен еңбек сіңірген өнер иесі. Шараға келген қонақтар талантты актердің қай рөлді болмасын өзіндік өрнегімен жетер шыңына жеткізе орындап шығатынын еске алды. Таңат аға, мысалы киноларда да көптеген рөлдер ойнайды. Тіпті эпизодтық рөлдерінің өзі көңілді қалады. Мысалы, Наш милый докторды алып қарасаңыз, сонда Шаштаразды ойнайды. Сол образының өзі, кішкентай эпизодтың өзі көрермен көңілінде қалды. Наш папа. Бүгін біз үшін өте маңызды күн. Бұл күнді ұзақ күттік. Әкеміз 15 жасынан бастап театр саласында 45 жыл жұмыс жасаған актер. Әкемізді ел комедия актері ретінде таниды. Сондықтан да осы ескерткіш тақтаға қарап, көрермендері күлімдеп есіне алса деймін.